Әр елдің болмысын, рухын, тарихын айқындайтын қасиетті белгілері бар. Ол әрине рәміздер. Себебі мемлекеттік рәміздер ұлтымыздың ұлылығын, халқымыздың болмысын барша әлемге паш ететін асыл нышандар. 1992 жылдың 4 маусымы тәуелсіз Қазақстан тарихында мәңгілікке қалатын ерекше күн. Бұл күні мемлекеттік ту, елтаңба және әнұранымыз ресми түрде қабылданды. Бұл жаңа дәуірдің бастауы, жас мемлекеттің жарқын болашаққа жасаған алғашқы қадамдарының бірі еді. Мемлекеттік туымыздың көк аспан түстес болуы бейбіт өмір мен тұрақтылықтың белгісі, ал ортасындағы күн мен қыран құс еркіндік пен өр рухымызды айқындап тұрғандай. Мемлекеттік елтаңбамыз ата-баба мұрасын ардақтаудың жарқын көрінісі іспеттес. Шаңырақ бірлік пен тұтастықты, одан таралған уықтар ел мен жерді қорғаған ұлы ұрпақтар сабақтастығын, ал қос бұрақ адалдық пен рухани күшімізді, ортасындағы жұлдыз жарқын болашаққа бастар жолымызды айқындайды. Ал мемлекеттік әнұранымыз отанға деген шексіз махаббатты білдіретін патриоттық жыр. Әр ту көтерілген сәт жүрек дүрсілдейтін қасиетті мезет. Әнұран шырқалған сайын бойында мақтаныш сезімі кернейді, ал елтаңбаға қарап ұлтына деген сүйіспеншілігін оянады. Рәміздер күні бұл тек мереке ғана емес, бұл өз еліне, өз болашағына, өз тамырына тағзым ету күні. Рәміздерді қадірлеу әр азаматтың парызы. Себебі рәміздерге деген құрмет, отанға деген сүйіспеншіліктің шынайы көрінісі.